Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Келесі бүгінгі ұсынғалы отырған ақпарат бұл кері байланысқа, яғни рефлексияға арналған осындай кішігірім кері байланыс парағы деп айтуға болады. iPhone әдісі деп атауға да болатын шығар, енді өздеріңіз қарайсыздар. Бұл жерде мысалы ашық сабаққа бір-біріңізге қатысқан кезде, не болмаса балалардан кері байланыс алуға, қолдануға болады, не болмаса ата-аналар жиналысын жасаған кезде осындай бір кері байланысты алуға болатын ерекше бір дүние, өзімізге көзіміз үйреніп қалған, iPhone десе бірден елең ете қалатын, сондай бір қызықтыратын балаларды да бір ерекше тәсіл деп айтуға болады, кері байланысқа арналған. Бұл жерде PowerPoint программасында жасалынған екен бұл шаблон. Бұл бізде қолданып отырғанымыз дайын шаблон, әріптесіміздің жасаған шаблоны. Бұл шаблондарды тегін әріптесіміздің Telegram каналынан ала алатын боласыздар. Оны осы видеоның сипаттама бөлімінде сілтемесі болатын болады, сілтемесін қалдырамын. Және де бұл жерде айтып кететін жағдай, мысалы, егер де ата-аналар жиналысы емес, басқа бір жиналысқа қатысты, мысалы жиналыс емес, мысалы сабақ барысында қолданғыңыз келсе, сәйкесінше мына жерде мәтінді өзгертесіз. Мысалы бұл жерде мысал ретінде ата-аналар жиналысына ұсынылған мәтін, ал егер сіз сабақ барысында қолданғыңыз келсе, не болмаса басқа да бір кері байланысқа қолданғыңыз келсе, онда мына мәтіндерді өзіңіз өзгертіп, көбейтіп, бір параққа осылай шығарып, оның ортасынан бөліп, бірнеше ғып шығарып алсаңыз болады. Түрлі түсті принтерге шығарып, осындай әдемі түрде кері байланыс алсаңыз болады. Не болмаса, кейбір жағдайда ұстаздар ламинация жасап алып, оның үстінен маркермен жазуға да болатын жағдайлар болады. Маркерді кейін сүртіп өшіріп тастауға да болады. Енді оны өздеріңіз ары қарай фантазияларыңызға қарай қолдана берсеңіздер болады. Сәйкесінше мына мәтіндердің бәрін реттеп өшіріп, көшіріп деген сияқты жасауға болады. Егер бұл видео сіздерге ұнап жатқан болса, пайдалы болса, пікір жазып, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар, қазақша контентті қолдай отырыңыздар. Рахмет.